Сәлем достар, бүгін біз өз қолымыздан сағат жасап үйренеміз. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаз және шуруп, гайка мен сосын қайшы, қалам, маркер, клей, сосын бізге мынандай қақпақ керек. Сосын картон қағаз керек. Ал енді біздің қақпақты алып бастырып аламыз. Міне, осылай бастырып доңғалақ қыламыз. Міне, сызып алдық, енді бұны қойып шығамыз. Абайлау керек қайшыны ұстаған кезде. Міне қиып алдық. Ал міне қиып алдық. Енді түрлі түсті қағазды осылай бастырамын да қиып шығам. Біріншіден маған түс таңдау керек болып, сары түсті таңдадым. Ал енді оны бастырып шығуым керек. Шетінен. Үстіп. Міне екі шеңберіміз дайын. Ал енді клейді алып бір-біріне жабыстырамыз. Міне клейлеп жатырмыз. Клейлеп. Желімдеп жатырмыз қазір. Екеуін бірдей қылып жабыстырамыз, иә? Екеуін бірдей қылып жабыстыру керек. Картон қағаздан сағаттың тілдерін дайындаймыз. Біреуі үлкен, біреуі қысқа болу керек. Олардың ұшы ұшты болу керек. Бұлардың ұшын қияйық. Атылды қой. Қайдық. Мынауны жаңа қайдық. Енді біздің тіліміз дайын. Енді оларды мына сағаттың тесігін тауып тесеміз. Ол үшін бізге анамыздың көмегі керек болады. Сағаттың ортасын кішкентай қайшымен домалақтап тесіп аламыз. Одан кейін бізге дәл солай етіп тілдерді де тесіп аламыз. Міне тесіп алдым, сандарын да сызып алдым. Ал енді тілдермен мына гайканы бір-біріне саламын. Міне кіргізіп жатырмын. Бұрағанда ары қарай өте береді, бұраватсың ба? Иә, бұраватырмын. Өйткені ол тез өтпей қалады. Енді екіншісін кіргіземіз. Міне кіргізіп те болдым. Енді тесікке кіргізіп сағаттың артын бекітеміз. Міне артын бекітейін деп жатырмын. Бекіту керек. Міне сағатым дайын болды. Ертең сабаққа барған кезде мұғаліміме көрсетемін, сыныптастарымен сағат қанша болғанын үйренемін.